Ассалаумағалейкум достар, бүгін 10 сентябрь өзіңмен күрес жобасының аясында кеше нарықтық экономика туралы Мақсат Халық мырзаның сабағы болған. Бүгін кезекті сабағымызда Алмарасанға келіп өтіп жатырмыз. Мақсат мырза, ассалаумағалейкум. Ал барлығымызға пайдалы білім нәсіп етсін. Сабағыңызды жалғастырсаңыз рахмет. Бисмилля. Зейіндеріңіз ашылсын. Қалдарыңыз қалай, жігіттер? Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Сабақ қалай, пайдалы болып жатыр ма? Жақсы, бәрекелді. Ондай болса, кеше біз нарықтық экономиканы біраз талдаған болатынбыз. Соның ішінде нарықтың негізгі элементтері дедік та, 4 элементі бар деді, құраушы бөлшектері. Ол қандай? Сұраныс, ұсыныс, баға және бәсеке. Сұраныс пен ұсыныс туралы біраз тарқатып айттық. Баға дегеніміз оның өзі негізінде сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдік дәрежесінде бағаның өзі қойылады екен. Сондықтан да біз осы баға қойған кезде, егер сіздің кәсібіңіз болса, ойланасыз ғой, осы қызметіме қандай баға қойсам болады? Немесе тауарымды қандай бағамен сатсам болады? Сол сізде кішкене сұрақ болады. Жоғары баға ма, төмен баға ма, орта баға ма дегендей. Мысалы, араларыңызда кофесі бар, ресторан бар адам бар ма? Не бар, не бар екен? Мысалға, енді соны ала берейік. Егер де, мысалға, сіздің рестораныңыз бар дейік, асханаңыз бар. Бәрі келіп, сіздің асханаңыз жақсы көреді. Тамағы өте дәмді, өте керемет. Бәрі бір-біріне айтады, мына жаққа барып ішейік, өте дәмді және бағасы да жақсы, ыңғайлы дегендей. Сөйтіп, ол жерге адамдар жинала береді. Бір уақытта ана асханадағы адамдар, поварлары бар, басқасы үлгере алмай жатады. Адамның қарасы өте көп. Үлгере алмай, қырғын, біреулер тамақ күтіп ренжіп дегендей. Сосын түсінеді, енді оны бағаны өсіру керек екен. Жұрттың бәрі жиналып қапты. Дейді да бірден үлкен баға қояды ғой. Сол кезде бірден не болады? Клиент жоғалады. Өткенде айттық қой, сұраныс дегеніміз ол төлем қабілетті адам. Ол келуге және сонымен қатар тура сол уақытта сізге ақшаны төлеуге дайын адам. Ақша төлеуге дайын болмады, ақшасы жоқ па, ол қанша қалап тұрса да, оны біз сұраныс деп айта алмаймыз. Ол жай ғана қалаудың деңгейіндегі дүние болып тұр. Сондықтан осы жердегі негізгі мәселе бағаны қатты көтеріп тастайтын кезі болады. Ал баға қатты көтерілген кезде көптеген адамдар келмей қалады. Ол кезде керісінше адамдар айта бастайды, мына чегі үлкен болып кетті, болды енді келмеймін бұл жерге дегенде. Сонда бірден келетін адамдардың саны азайып кетеді. Тиісінше осы сұраныс пен ұсыныстың графигін мен сіздерге ертең жіберіп қоямын. Тағы да өздеріңіз үшін анализ жасап бір қарап аласыздар. Келесі сабақта тағы талдап жүреміз да. Сол жерде сұрақ туындайды да, енді қалай жасаған дұрыс? Демек, баға қатты жоғары қойылған. Соның салдарынан сіз көп клиенттеріңізден айырылдыңыз. Енді оны ақырындап сүру керек та. Тепе-теңдік бағаға келеді. Тепе-теңдік сұраныс пен ұсыныстың қиылысқан нүктесі дейді. Сұраныс пен ұсыныстың тура қиылысқан нүктесі ол ең тиімді баға. Сол бағаны тауып қойсаңыз, онда сіздің тұтынушыларыңыз да риза, және сізде жақсы пайдаға кенеліп отырасыз. Максималды түрде өзіңізге керек пайдаға. Сол айтқан кезде сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдік бағасы деген жаңағы біз алдында айтып жүрген эквилибриум дейді. Тепе-теңдік балансты ұстайтын ең негізгі бағаны табу керек. Яғни ол қатты жоғарыда болып кетпеу керек, қатты төменде болып кетпеу керек. Сіздің тұтынушыларыңыздың, өзіңіздің аудиторияңыздың яғни төлем қабілеттілігін қалтасы көтере алатын дәрежеде белгілену керек деген сөз. Енді нарықтық экономикаға байланысты айтқан кезде біз бір нәрсені білу керекпіз. Оның түрлері бар. Нарықтың өзінің түрлері бар. Мысалға, бөлшек сауда нарығы, розничный деп айтамыз. Көтерме сауда нарығы, ол түрлеріне байланысты бөліне бастайды. Бәсекелестік сипатына байланысты нарық, кеше айтып отырмыз, бәсекелестік түрі. Онда мынандай түрлерге бөлінеді. Монополия деген бар. Моно деген жалғыз, рахмет. Моно дегеніміз жалғыз, полия деген сатам. Жалғыз сатушы болса нарықта, ол монополист. Олигополия деген бар. Олиго дегеніміз 2-3 дегенді білдіреді. Бірнешеу ғана, көп емес. Нарықта сондай ғана ұсыныс беруші ойыншылар болса, олар олигополистер. Ол үшеуі бір асханада бас қосады да, ертең ресторанда отырып, бауырым, саған да тиімді, маған да тиімді. Бағаны өсірейік. Үшеуімізге де тиімді дейді.
Нұрекең бар, Нәкең бар, Айжан бар, үшеуі отырады да, мысалы нарықта ойыншылар болса, айтады, Нұреке сізге де ыңғайлы ғой көтерген. Нәке сізге де ыңғайлы, бәріміз ұтамыз. Бағаны көтеріп тастайды дейді, келесі күні ақ баға көрсетті. Бітті. Бәрі пайдада, үшеуі де. Ал халық ол жерде ұтылады. Өйткені халыққа амал жоқ, өйткені басқа ешкімнен аламайды ол тауар. Нәтижесінде сондай халық үшін тиімсіз бағалар орнайды. Ал енді бәсекелестік нарық деген бар. Бәсекелестік нарықта ойыншы көп. 7, 8, 10, 15, 20 деп кете береді. Ондай нарықта баға қанша жерден келсем десе де келсілмейді. Иә, ол 7-8 адам жаңағыдай ресторанда бас қосып айтуы мүмкін. Ой, енді көтерейік, бәрімізге ыңғайлы деп бәрі қол алысып кетеді. Келесі күні біреусі, ай, сендерге көрсетем дейді. Көтерген кезде анау бағаны түсіреді да, нарықты жаулап алады, аналар табысынан айырылады. Иә, нәтижесінде банкрот болады. Сондықтан да жаңағыдай бәсекелестік нарық, ол жерде бағалық келісім жасау қиын болады, өте. Ал бәсекелестік нарықтың жақсы жері, олар өзара бір-бірімен таласады нарыққа, сапалы тауар ұсынуға тырысады, бағасын барынша төмендетуге тырысады. Ал ол тұтынушыға жақсы, халыққа жақсы. Өйткені таңдап жүреді да, сен болмасаң сенен таңдаймын, сен болсаң сенен таңдаймын деген. Сондай. Ал енді мынандай бір нарық бар. Монополиялық бәсекелестік деген. Қалай ойлайсыздар? Не келіп тұр ойларыңызға? Монополия жасап, сосын бәсекелестік. Бұлай дұрыс айттыңыз, дұрыс, ойыңыз дұрыс. Алдымен монополия жасайды да, сосын барып қайтадан бәсекелестік болып кетеді дегенге келеді. Енді қараңыз. Ол бай. Бәсекелестік нарық 20 шақты ойыншы бар, бәрі таласып жүр, иә? Бірақ ішінде біреу ерекшеленеді да. Басқаларға ұқсамайтын бір керемет ұсыныс шығарады. Баяғыда біз студент кезде сол Wi-Fi тегін деген дүние шыққан үйлерде, кафелерде. Бір кафеде шықты, сол кезде бәріміз сол жаққа барамыз ғой, топырлап. Сонда бір чай алып ішіп отырамыз, көп дүние алмаймыз. Бірақ та сол жерде ноутбугымызды апарып аламыз да, отырып жұмыс жасап деген дейді. Нәтижесінде ол бәсеке қабілетті болды да, өтті. Бәсекелестерінен алдыға шықты. Сосын ол монополист бұл айтқанда. Сонда монополиялық бәсекелестік деген сол екен да. Ерекше бір ұсыныспен топтың ішінен жарып шығады да. Нәтижесінде бүкіл клиенттерді өзіне тарта бастайды. Монополиялық бәсекелестік деген сол. Және оның уақытша болатын себебі өзгелер қайталауы мүмкін. Ал олар қайталап бастағанда сен өзің монополистік бәсекелестік жағдайдан кетесің. Сондай. Оны кәсіпкерліктің тілінде көк мұхит стратегиясы деп айтады. Көк мұхит стратегиясы. Өзі жалпы кәсіпкерлікте, бизнесте мұхит өзі сөйтіп екіге бөлінеді екен. Қызыл мұхит, көк мұхит депші. Неге ол қызыл мұхит? Өйткені ол жақта 20 қанша акула бар да, бәрі бір-бірін жеп, таласып жаңағы қан жоса болады ғой енді, қып-қызыл болады. Ал көк мұхит деген сен жалғызсың да ол жерде. Теңіз, мөлдір, таза, рахат, бүкіл нарық сенікі жаңағы. Тұтынушылардың бәрі саған келеді, табысыңды қырып жойып табасың деген. Сонда әрбір кәсіпкердің, бизнестің негізгі мақсаты өзінің көк мұхитын табу ғой. Сен өзің сол бәрімен таласып қанжоса болғанша бір ерекше бірдеңе ұсында алдына шығып кетіп жұрттың бәрі. Сен сөйтіп сол жерде өзің табысын тауып отырасың. Бәрі қайталайды ғой, мейлі қайталасын. Бірақ сен жаңа нәрсе ойлап табасың да, сөйтіп жаңа нәрсе ойлап табу арқылы нарықта көш бастап отырасың. Және алдыңғы қатарлы табыстың бәрін сен алып отырасың. Сондықтан да өзіңнің салаңның көшбасшысы бол. Өзіңнің салаңның нарықтағы, өзің қай салада жүрсің, сол салаңның ең мықтысы болсаң, бәрі саған келеді, бәрі сенімен ақылдасады. Соған тырысу керек. Сенің командаңдағы адамдар нарықтағы сол сенің бәсекелестеріңде жұмыс жасайтын адамдардың ішінен ең мықтысы болу керек. Сол кезде сен көшбасшы боласың, сол кезде сен мықты боласың. Және сол адамдарға сен миллион болса да төлеуге дайын болу керексің. Одан да жоғары баға айлық төлеуге. Өйткені сен нарықтағы ең мықты кадрларды өзіңе аласың. Сенің командаң мықты. Және сол командамен сен бағындырасың ғой. Көбісі айтады, мен онша төлеп жүргенше, олар сөйтіп жалдағанша, мына адамдарға соны істей салам дейді да. Бірақ ол адамдар нарықтағы мықты мамандар емес та.
А сондай нарықтағы мықты емес адамдарды жалдап, өзіне команда құрып, ана адамдармен таласқысы келеді да нарықта. А өйтіп сен көк мұхит жасай алмайсың ешқашан. Сондықтан да ол команда керек, мықты ой керек, стратегия керек, идеямен жаңа нарықтағы көшбасшылығыңды, бәсекелестіктеріңді жарып шығасың дейді. Көк мұхит стратегиясы туралы бізде Жасұлан Көшебаев деген бауырымыз бар. Ол жаңағы Америкадағы көк мұхит институты бар екен, әлемдегі. Сол институттың ең мұнда жасап шыққан ең соңғы материалдарын аударып, қазір қазақ кәсіпкерлеріне үйретіп жүр. Сол азаматтан кейін сабақ алсаңыздар болады. Ол жағынан ол талдап тұрды жаңағы. Қалай өз салаңды көшбасшылыққа шығаруға болады, сызып тұрып, жаңағы өзің жоспарыңды, стратегияны құрасың. Жасұлан Көшебаев деген жігіт. Сондай, сондықтан мен ойлаймын, білімде тұрған ешқандай артықшылық болмайды, әрқашан оның пайдасы бар. Нарықтық экономика бұл нарықтың заманы. Бұл бұрынғыдай, кеңес заманындағыдай, ол уақытта енді социалистік жүйе болды, бірақ ол жерде нарықтық экономика жоспарлы экономика болды. Жоспарлы экономикада ондай бәсекелестік деген ұғым жоқ. Ол жерде бәрін мемлекет жасап береді, мемлекет бәрін бөліп береді, мемлекеттің барлық меншігі бар, соның реттеп бәрін жоспармен жүре бересің дегендей. Ал енді нарықтық экономика ол кәдімгідей жабайы капитализммен байланысты. Ол жерде таласу керексің, ол жерде мықты болу керексің, ол жерде білімді, соңғы технологияларды пайдалану керексің. Сөйтсең сен нарықта басып шығасың, озып шығасың. Сондықтан нарықтық экономиканың өзінің заңдары бар. Нарықтың өзінің артықшылықтары да бар, кемшіліктері де бар. Нарықтың кемшіліктерін айтайықшы. Бұрын жоспарлы экономикада мынандай болмайтын. Мен қай жерден жұмыс табам деген уайым болмайтын. Мемлекет барлық жұмысын бәрін жасап, дайындап береді. Ол дипломын алса білетін, әйтеуір Қарағандыға бір жерге барса да, сол жерден оған жұмыс тауып беретін, үй беретін дегендей. Ал қазіргі жоспарлы экономикада сен 10 дипломың болса да гарантия жоқ. Саған ешкім кепілдік бермейді, сен точно ертең жұмыс табасың депші. Өйткені нарық ол өзінің сондай кемшіл тұстары бар. Нарықтың кемшіліктері, мысалға, жоспарлы экономикада бұрында енді сондай бір мүмкіндіктерін айтады ғой. Тең мүмкіндіктер болатын, сондай социализм, коммунизм заманы болатын деген сияқты. Және де, мысалға, ол кезде бәрінде бірдей аяқ киім болатын, бәрінде бірдей пальто болатын деген дейді. Онда бәсекелестік жоқ, бәрін мемлекет жасап беретін ғой. Бір-екі үлкен жаңағы компаниялар бар, заводтар бар, солар жасап береді бүкіл жаңағы елге. Ал қазір нарықта тауар ассортименттері көп. Бір ғана шоколадтың өзін таңдайын десең де, толған таңдау. Ішінен өзің қалап жүріп қалағанын таңдайсың деген ғой. Сондай нарықтың тұстары бар. Және де нарықтың ең үлкен кемшілігі бар. Нарықтың ең үлкен кемшілігі ол қоғамды екі тапқа бөліп тастайды. Байлар болады, кедейлер болады. Байлар байи береді, кедейлер кедейе береді дейтін ұғым бар. Жабайы капитализм деген сол. Енді өкінішке қарай, Нью-Йоркты да алып қара, Лондонда да алып қара, әр үлкен дамыған мемлекеттің мықты қаласы дегенмен, ол жақтың байлары бар, кедейлері бар. Сөйтіп ол екіге бөлініп отырады екен. Және де район-районға бөліп тастайды да. 7-ші, 8-ші район, 9-ші районнан кейін ары қарай нашар адамдар тұрады дегендей. Жағдайы нашар адам. Ана 13-ші район деген бар, ол мүлдем жаңағы басбұзарлар тұрады дегендей. Заң жоқ, ештеңе жоқ дегендей. Тура солай, енді бізде Алматыда қарасаңыздар, рахмет көп. Алматының өзінде де солай ғой енді. Аль-Фарабиден жоғары дегендей түсінік бар. Сосын бұлай қаланың ортасы Абайдан бұлай қарай, сосын ары қарай. Я Төле биден төмен қарай деген сияқты, Рысқұловтан төмен. Сөйтіп кете береді. Сондай. Бұлай қарасаңыздар, ол нені көрсетеді? Қоғамның екіге бөлініп жатқанын көрсетеді. Ал мемлекет осы жерде нарықтық, әлеуметтік, экономикалық саясат жүргізу керек та. Әлеуметтік, нарықтық деп айтатын себебі бірінші орынға халықтың мүддесін, елдің мүддесін қою, олардың құқықтарын қорғау. Я мемлекет кәдімгідей заңдастырған Робин Гуд болу керек қой. Байларға көбірек салық салып, олар көп табыс тапты ма, оларға көбірек салық салу керек. Тиісінше көбірек бюджетке кіріс кіреді. Соның есесінен 100-200 тауып жүрген азаматтарға 1% салық салса жеткілікті. Қалғанын бүйтіп қайтарып отырады. Сонда нарықпен жаңағы теңестіріледі. Байлар мен кедейлердің алшақтамайды, нарықта әділеттілік түзіліп отырады дегендей ғой. Сонда осындай дүниелер бар. Ал нарықтың артықшылықтарының ең үлкен артықшылығы ол жерде бәсекенің болуы ғой. Бәсекелесе аласың. Жаңа технологиялар әкелесің, мықты кадрларды табасың, мықты команда құрасың. Сөйтіп үлкен жетістіктерге қол жеткізуге болады. Сондықтан осы нарықтық экономикада
өзіміздің ырыс несібемізді жіберіп алмайық, үлкен биік белестерге ұмтылайық, тәуелсіз болайық, ең бірінші өзімізді дамытайық, рухымыз күшті болсын, тауға көп шығайық, өзімізбен күресейік, денсаулық болсын, сосын бірте-бірте кітап оқуды әдетке айналдырайық. Сосын осылай сабағымыздан да білім жинап, қаруланып, нарықта көшбасшы болайық. Қазақ деген атқа лайықты болайық. Өзге ұлттардан біз кем емеспіз. Ол орыс болсын, Қытай болсын, американдық болсын, бәрінен де тереземіз тең ұлт болайық. Рахмет көп-көп. Ой, бәрекелді. Бәрекелді. Рахмет Мақсат аға. Рахмет көп-көп. Барлықтарыңызға игілікті, жақсы білім болсын. Алла зейінімізді ашсын. Керемет. Ал келесі кездескенше өзіңмен күрес жобасының тағы бір керемет арасында осындай 15 минуттық әр күн сабақ үзбей қарап жүріңіздер. Бұдан бұрынғы сабақтарды қарамаған болсаңыздар, өтіп қарап шықсаңыздар болады. Және егер білім ұнап жатса, қолдарыңызға блокнот алып, бірінші сабақтан бастап түйген білімдеріңізді жазсаңыздар, мықты экономист шығады сізбен бізден. Білімді болайық, қазақтың ендігі болашағы білім. Өзіңмен күрес, энергиямен әрқашанда мықты бол.